Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода Poizon сайтынан қалай заказ беруді үйренетін боламыз. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Видеоны өткізбей көріңіздер, себебі түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Қараңыздар, Poizon сайты не туралы деген сияқты сұрақтар келіп жатыр енді. Googleға ашып жазсаңыздар, Poizon сайты қалай десеңіздер, толық информация шығады. Бірақ енді мен былай қысқа айта кететін болсам, бұл оригинал бренд товарларды 80-90% скидкамен сататын сайт. Қандай оригинал бренд, қандай бренд, ол оригинал ма десеңіздер, Poizon өзі гарантия береді товардың, жаңағы сатып алып жатқан товардың оригинал екеніне. Мысалы, қандай товарлар бар десеңіздер, міне бірнеше түрі шығады қазір. Мына мышканы көбісіңіз білетін шығарсыздар, қолданып жүрген кісілер болуы мүмкін. Міне мына брендті де көп адам біледі, осында оригинал екеніне Poizon гарантия береді. Тағы бір айта кететін жайт, Poizonда 50 юаннан, егер сіз Pinduoduoдан заказ беріп жүрген болсаңыздар, көп Pinduoduoда 7, 8, 9, 10 юандап заттар өте көп. Poizonда 50 юаннан арзан товарды табу кішкене қиындау. Жоқ деп айтпаймын, но кішкене қиындау. Енді оригинал екеніне қалай көз жеткіземіз, оны кім тексеріп береді деген сияқты сұрақтар болатын болса, товар қалай келеді деген сияқты сұрақтар болуы мүмкін. Poizonның өзі товарды тексеріп, сосын сізге жібереді. Poizonды байқасаңыздар, қазір распаковка жасап жүрген немесе заказ беріп жүрген кісілерден байқасаңыздар, Poizonда бәрі бірдей коробкамен келеді. Неге? Себебі бірінші сіз товарды заказ бересіз, ол товар Poizonның өзінің складына түседі, сол жерде тексеріледі, тексеріліп болған соң арнайы сол коробкаға упаковка жасап, сосын сіздің каргоңызға жіберіледі. Тағы айта кететін жайт, Poizonда ешқандай прямой доставка жоқ, тікелей доставка, яғни бұл жерге каргоның адресі енгізу қажет болады. Товарлар қарасаңыз болады, мен өзімнің история неме дейді ғой, просмотра дейді ғой, сол жерге кіремін, мен өзім қараған товарларым бар, таңдаған. Мына товарды таңдадық делік, енді ұнаттым. Осыған қалай заказ беруге болады, соны қазір көрсететін боламын. Астына сөйлесеңіздер, магазин көрсетіп тұр, Victoria's Secret деп. Ішінде товарлар тұр. Жаңағы мен ұнатқан товардан бөлек товар көп қой, енді ол брендте. Соларды өзі көрсетіп тұр. Астында отзывтар алған адамдардың. Жарайды, енді қалай заказ береміз? Міне ашқан кезде осындай, любой товарды ашқан кезде осындай бет шығады. Осы кнопканы басасыздар, заказ беру деген яғни. Сосын мына кнопканы басамыз. Мына жерде жаңағыдай сіздің адресіңіз бар, телефон номеріңіз бар, сол ақпаратты пайдалануға болады деген батырмын, басамыз. Рұқсат береміз дегенді басамыз. Енді Poizonның ең маңызды жері ол төлем жасау, иә. Қазіргі таңда Pinduoduoда Каспи картасы арқылы төлем жасауға болады. Taobaoда Каспи картасы арқылы төлем жасауға болады. Бірақ Poizonда сіз Каспи картамен төлем жасай алмайсыз. Сіз ол үшін Alipay, WeChat немесе жаңағыдай сол Poizonның өзі рұқсат берген карталармен төлем жасай аласыз. Poizonда картамен төлеуге болады, міне карталардың списогі бар. Бірақ ол жерде көріп тұрғандарыңыздай Қазақстанның, яғни Каспи Gold жоқ, немесе Visa, MasterCard дегендей карталар жоқ. UnionPay бар, егер сізде бар болса, немесе WeChat, Alipayмен. WeChat, Alipayде юань сатып алатын болсаңыз, юаньмен төлем жасай алатын болсаңыз, әрине жақсы төлей бересіз. Жоқ, менде ондай жағдай жоқ десеңіз, Alipayге Каспи Gold тіркеуге болады. Alipayге Каспи Gold тіркейсіз. Осы төлем жасайтын жерде міне көрсетіп тұрмын. Alipay дегенді басасыз. Сізді Poizon сайты автоматом Alipayдің страницасына жібереді. Төлем жасауға яғни. Қарасаңыздар, тіпті маған скидка жасап тұр, минус 2-де 26 юань деп. Осы жерде мынау төлемді басасыздар. Қараңыздар, мына жерде сіздерде 6 цифрлық код шығады. Менде шыққан жоқ, себебі менде жаңағыдай түрімді түсіру арқылы сразу оплата өтіп кетті. Сіздерде 6 цифрлық код шығады. Ол Alipayдің ішіндегі 6 цифрлық код сіз өзіңіз ойлап тапқан, соны енгізесіздер. Оны ұмытып қалсаңыздар, оны жазыңыздар комментарийға. Ұмытып қалды, қалай восстановить етеміз деп. Міне менде Каспи Gold'тан байқасаңыздар 130 юань жаңағыдай шешілді. Каспи Gold'тың өзінен ешқандай Alipayге кошелекқа ақша толтыру немесе юань толтырудың қажеті жоқ. Poizonның негізі аты DU, ол осылай келеді сіздерге оплата. Ақша шешілді менде Alipayден. Төлем жасалды.
товар сатып алынды. Міне қайтадан Poisonға кіреміз. Міне көрсеңіздер, уже товар оплатадан өтіп тұр. Ақпарат пайдалы болса, достарыңызбен бөлісіңіздер, лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Және де егер менің қандай да бір сөзім түсініксіз болса, қандай да бір түсіндіруім түсініксіз болса, міндетті түрде комментарийға жаза кетіңіз, мен ол нәрсемен жұмыс жасайтын боламын. Товар сатып алынды. Егер қызық болса, мен товар келген кезде міндетті түрде распаковка жасап түсіріп саламын. Товар қанша күнде келді, қалай болып келді, міндетті түрде отыды распаковка ретінде салатын боламын. Міне қазір байқасаңыздар, менің товарым шықты енді грузовикке. Міне товар шықты, бірақ әлі бұны продавец қабылдаған жоқ. Товарды упаковка жасап, жаңағыдай доставкаға курьерге беру керек. Ол шыққаннан кейін бізде трек-код шығады. Трек-кодты алып, каргоның сайт отслежкасы болады, соған енгізесіздер, сол жерден қарап отырасыздар, қайда келді. Міне мен басқан кнопка, ол бізде доставка, яғни продавецтің курьерге товарды берген кезде маған хат келеді, товарыңыз жолға шықты деп. Мен қазір қалай трек-кодты аламыз, соны қалай каргоға тіркейміз көрсетем. Қараңыздар, заказ беріп болғаннан кейін, бір күннен кейін немесе бірінші сағаттан кейін кіріп қарайсыздар, продавец товарды жіберді ма, жоқ па. Ол сіздерде бірден шықпайды, менде де бірден шыққан жоқ. Міне Poisonға кіреміз. Жаңағы өзіміздің страницамызға барамыз. Соны товарды басасыздар. Міне мына жерде просмотр логистики, яғни курьердің қалай келе жатқан көру дегенді басамыз. Міне менің товарымды упаковка жасап дайындап қойды, курьер алып кетеді. Мынау трек-код. Осы трек-код не істейміз? Мына батырманы бассаңыз, өзі копировать етіледі. Міне копировать етілді. Осыны аласыздар да. Каргоңыз бар, я тіркеген қадайда бір каргомен заказ бердіңіз ғой, сол каргоның сайт отслежкасына жазасыздар. Мен AG001 каргомен заказ бердім. Міне мына плюсикті басамын да, мында жаңағы копировать етіп алған трек-кодымды енгіземін. Қандай товар екенін жазам. И добавить етесіздер. Міне Қытайға келген кезде жанат, Алматыға келген кезде, сосын жаңағыдай біздің өзімнің қалама жіберілген кезде тағы да шығады. Бұл бір AG001 емес, кез келген каргода, мысалы көп каргода сайт отслежкасы бар, сол жерде өзі бар. Трек-код енгізу деген жер бар. Сол жерге енгізсеңіздер, осылай сіздерге шығарып береді. И бұл тек Poison емес, Pindo'да бар, Taobao бар, кез келген сайтта заказ берсеңіз, осылай трек-кодын алып енгізіп қоясыздар.